Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Құлпынай. Ең алдымен сіздерге кешірім сұрағым келеді сіздерден. Арада 10-11 күндік үзіліс болып қалды, 2 апталық. Сол аралықта маған келіп, тыныштық па, неге хабарсыз кеттіңіз, неге видео салмайсыз, сіздің видеоңыз сағындық, видео салыңыз деп жатқан жандар пікірде де, инстаграмға жекеге де келіп жатыр. Барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Барлықтарыңыз қатты жақсы көремін. Және де неге мен осы аралықта видео сала алмадым, сол жайында қысқаша айтатын болсам, сіздер қазір жаңалықтардан көріп жатсаңыздар білетін шығарсыздар. Дәл қазір Кореяда Сеул, Инчон, Кёнгидо қалаларында карантиннің екінші айналымы басталып, өте қатал түрдегі карантин болып жатқандықтан көшеге шыға алмай қалдық. Былайша айтқанда, содан балам садикке бара алмай қалды, жолдасым жұмысқа бара алмай қалды дегендей, сонымен бәріміз үйде болғандықтан видео түсіруге көп мүмкіндік бола қойған жоқ. Және де сол карантиннің арқасында біз карантин басталды дегеннен күннен бастап Тегуға үлкен үйімізге қашып келдік. Яғни ата-енеміздің үйіне келіп осында тұрып жатқанымызға қазір 1 аптадай болып қалды. Әлі осында 1-2 аптадай тұрамыз деген ойдамыз. Яғни Сеулда карантин басылғанша. Оның үстіне ата-енеміз немересін өте қатты жақсы көреді. Немерелер келсе прям аспанға ұшып кететіндей болып жүреді. Сол үшін осында ақыр үйде отыр ғой баламыз кеп ата-апасының қолында осылармен бірге жүрсін деп осында келдік. Осында келгендіктен сіздерге видеоны көп түсіре алмадым және одан кешірім сұраймын. Осында келгеннен кейін бүгінгі видеоны әрине енемнің үйінде болғаннан кейін ене мен келін арақатынасы, Кореядағы ене мен келіннің арақатынасы қандай, бұл жақта қандай дәстүрлер болады, сол жайында сіздерге арнайы бейнежазба шығаруды жөн көрдім. Одан бұрын өткенде мен сіздерге үйімді рум-тур түсіремін деп уәде еткен едім, бірақ уәдемде тұра алмадым. Кешірім сұраймын, себебі өзім қазір айтқандай Тегуға үлкен үйге келіп қалдық. Сол үшін ертеңнен бастап осында 2 апта боламыз дедім ғой. Тағы да ертеңнен бастап бәрі жұмысқа шыққа кеткен кезде сіздерге өзіміздің үлкен үйімізден, яғни жолдасым осы үйде туып өскен, осы жерде сабаққа барған, осы жерде универге барған жолдасымның отанынан, үлкен үйінен бастап бізде бұл жерге айына 1 рет 1 аптадан немесе 2 күннен келіп қонып кетеміз. Сондықтан бұл үй мен үшін өте ыстық үй. Біздің үлкен үй деп атаймыз қашанда. Осы үлкен үйімізден бастап сіздерді рум-тур түсіруді жөн көрдім. Яғни келесі видеода рум-турдың 1-ші бөлімі болса, рум-турдың 2-ші бөлімі Инчондағы біздің өзіміздің кішігірім үйімізді де түсіретін боламын. Сол үшін барлықтарыңыздан кешірім сұраймын және рум-турды түсіруге уәде етемін. Енді келін мен ене арақатынасын айтатын болсам, сен қалай салыстырмалы түрде айта аласың деген сіздерде сұрақ пайда болуы әбден мүмкін. Әрине, менің қазір тұрып жатқан үйімде көршім, 2 көршім бар, өте жақсы араласамыз, күніге кездесіп тұрамыз. Неге? Себебі балаларымыздың барлығы 2 ай, 3 ай айырмашылықта босанғанбыз, балаларымыз достары бір-бірімен, сол үшін көп барамыз. Сол кезде сөйлескен кезде әңгімелерінің 80% ене әңгімесі болатындықтан сол кісілерден естіген ене тақырыбын айта кетуді жөн көрдім. Яғни ол кісілерден естіген және өзім басынан өткізген оқиғалар. Корей қыздары, Корей келіншектері енемен қалай араласады, арақатынастар қалай? Олар әрине барынша деп айтайыншы, алыстан араласуға тырысады. Осыдан 10 жыл бұрын Кореяда қандай салт болған? Кореяда үлкен баласы, үйдің үлкен ұлы, ер баласы, ата-анасын бірге алып, ата-енесімен бірге тұратын салт болған екен. Даже біздің енеміздің өзінің енесін, яғни дәу апамызды 25 жыл қолында болған дәу апамыз. Сонымен жақында мен тұрмысқа шыққан жылы бөлек шықты, оған дейін олар бірге тұрған екен. Яғни сондай заман болған. Қазір заман өзгерді ме, адам өзгерді ме белгісіз. Қазір ене де келіннен бөлек тұрғысы келеді, бала да ата-анадан бөлек тұрғысы келеді, келін де енеден бөлек тұрғысы келеді. Сол сияқты Корей келіндері барынша алыстан араласқылары келеді. Олардың айтуы бойынша, менің түсінгенім бойынша, барынша бармайды, үйлеріне бару келуді көп қаламайды. Кездескен күннің өзінде сыртта, кафеде, ресторанда тамақ ішуге сондай кезде кездеседі. Егер де алыста тұрып барған күннің өзінде мейрамдарда немесе бір туған күндерде, өлім жетімдерде ғана кездеседі. Барған күннің өзінде қонбай қайтатын келіндер де жеткілікті. Және де тағы одан да бір қорқыныштысын айтайын, келіндер бармай баласын бала-шағасымен енесінің үйіне жіберіп, келіндер өзі төркініне барады, немесе достарымен қыдырып кететін келіндерді талай көргенмін. Яғни баламның ата-аналар жиналысынан кейін біз тамақтануға барамыз, барлығымыз сол кезде айтатындарын естісең, деп көзім ашылып қалатын кездерде болады. Әрине 100% емес, бірақ сондай адамдар өте көп. Менің көршімнің біреуі енесінен алыстырады, біреуі жақын тұрады, 10 минуттық жерде. Сол кісінің айтуы бойынша
айтады ғой, үйдің паролін бір сұрап, әйтеуір бір срочный кезде паролін берген едім дейді. Одан кейін кез келген уақытта парольді басып кіріп алады да, холодильникке панчандар, салаттарды әкеп салады дейді. Сол кезде ана холодильникке мынаны не қашан алғансыңдар? Мынаны қымбат қапсыңдар ғой. Немесе ақшаларыңда жоқ кезде мынаны неге алғансыңдар? Мынаны алып неге жемегесіңдер? Осындай майда сөздер өте көп болғандықтан уже нерв шыдамай шаршап кетіп, соға енеміз бір күн келіп кетсе, жолдасымызбен 2 күн ұрысамыз деп сөйтіп айтып жатыр да, жаңағы ата-ана, жаңағы келіншек. Соны айтып жатыр, барынша алыс араласыңдар. Сол кезде мен енем үйіне барсам бір апталап жатып келеміз деймін. Сен қалай барып жатып келесің? Невозможно дейді да маған. Күлем, олар өзінің қыздарындай қарағандықтан маған сол жаққа барған ыңғайлық және оңай деймін да, сөйтсем күледі. Жалпы Корей келіндерінің ойы, қорытындылайтын болсам, Корей келіншектері болсын, Корей енелері болсын, бір кухняда бір қыз ғана, кухняның егесі ғана болу қажет деген ұстанымды ұсынады. Яғни енең үйіне келдің бе, кухняң енеңдікі, мен үйіме енем келді ме, кухня менікі деген сияқты ұстанымды ұстанады екен. Ал шетел келіндері мен Корей енелерінің арақатынасы қандай? Мен бұны сіздерге қалай жеткізе аламын? Бірінші, әрине өзімнің оқиғаммен, екінші, Кореяда бір программа бар, телепрограмма. Сол программада, яғни мультисемьяларды көрсететін программа. Егер де мен мультисемьядамын деп айтсам, Корей халқы бірден проблемный семья деп ойлайды. Неге? Именно дәл осы программаның арқасында сондай ой қалыптасқан кәрістері. Бұл программа қандай десеңіздер, ең алдымен программа бастала салып, келін мен енені қатты ұрыстырып қояды, жылатып қояды, бір-бірін түсіндіре алмайтын қылып қояды да, бітетін кезінде татуластырады. Ананы көрген кезде мен өміріме шүкіршілік айтып, менің бақытты екеніме тәубе айтып кететін кездерім көп болады. Себебі әрине спектакль, әрине монтаж, бірақ чересчур монтаж жасап кетеді. Келіні ащы тамақ жей алмаймын десе де енесі қинап береді, немесе енесі бүкірейіп тамақ істеп, бүкірейіп жұмыс істей алса да келіні тіл түсінбегенсіп өтірік аяғын аспан келтіріп жатады. Неше түрлі оқиға бар. Көрсеңіз, кәдімгі аузыңыз ашып қалады. Әрине, алғаш шетел азаматы Кореяға болсын, басқа елге болсын, тұрмысқа шығатын болса, тілді білмесе, тілі басқа, діні басқа, салты басқа, ұлты басқа деген сияқты, ондай жағдайда өте көп қиналуы әбден мүмкін. Егер де сіз тіл біліп келетін болсаңыз, онша қиналмайтыныңызда белгілі, себебі ойыңызды анық жеткізе аласыз. Ал тіл біліп келмеген жандар алғашында қатты қиналады және келгендеріне өкініп жататын кездері де болады. Мен әрине тіл біліп келгендіктен алғаш келгеннен бастап әрине біздің ойымды нақты жеткізе аламын және ата-енем мені өз қыздарындай көреді. Неге? Себебі бұл үйде қыз жоқ, қыз болғанын армандаған екен, бірақ қыз болмаған екен. Сол 2 ұлдары ғана бар. Сол үшін мені қыздарындай қатты жақсы көреді. Және бұлар мені қыздарындай қараған екен, мен де бұл кісілерге өзімнің ата-анамдай қарауға тырысамын. Әрине ата-анамдай қараймын. Және дәл осы кезде менің ұққаным, негізгі менің өмірде келін болып жүріп ұққан бір-ақ нәрсем бар, ол мен енемді анам деп ойласам, ол кісі мені қызындай қарайды. Мен енемді енем деп ойласам, ол кісі мені келініндей қарайтыны рас екен ғой деген ой пайда болды. Яғни тек қана мен сіздерге айтар, барлық ойбай осындай қорқынышты деген нәрсе емес. Бақытты өмір сүріп жатқан жандарда жетерлік, бұл Кореяда да, бұл өмірде де. Олардың ішінде әрине сіздер білетін Лоба Корея, немесе Диана Сагибаева сияқты жандар бақытты өмір сүріп жатқандарын өздері сіздерге көрсетіп жүр. Сол сияқты Аллаға шүкір, мен де бақыттымын. Сол сияқты бақытты жандар да бар, бірақ жолдасымен бақытты, отбасымен бақытты, бірақ ата-енесімен сыйыспайтын жандарда Корей келіншектері болсын, шетел келіншектері болсын жеткілікті. Бейнежазбаны қорытындылайтын болсам, қай ел, қай жерге бармаңыз, ененің аты ене, келіннің аты келін деп ойлайтын жандар көп екеніне көзім жетті. Сондай. Келесі бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі бейнежазбада кездескенше сіздерге ата-енемнің үйінде жүріп қызықты видеолар көп түсіруге тырысамын деп уәде беремін. Сау болыңыздар.